Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу. Сабағымыздың барысы дене тәрбиесінің маңызы мен міндеттері, дене шынықтырудың міндеттері мен жаттығулары, дене тәрбиесіне жаттығулардың тигізетін әсері, дене шынықтыру жүйесінің бағыттары. Дене шынықтыру күннің басты тәртібі, яғни еңбек демалысы, тамақтану, ұйқының ырғағын, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды талап етеді. Балалардың ақыл ойы және физикалық құрылымын дұрыс дамыту үшін құралдарды тиімді пайдалану қажет. Дене жаттығулары бұл саналы түрде орындалған қимылдар және қозғалғыш әрекеттер. Дене жаттығулары бұлшықет жүйесін, қан айналымын және тыныс алу мүшелерін дамытады. Гимнастика түрлері: негізгі және гигиеналық гимнастика, спорттық гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика, өндірістік гимнастика және емдік гимнастика. Ойын балаларды жылдамдыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Туризм балаларды төзімділікке, ұжымдыққа, еңбекті сүйгіштікке және қолайсыз сыртқы жағдайларда кездесетін қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді. Мектеп жасындағы балалардың дене шынықтыру жүйесіндегі барлық буындарындағы бір мақсат өмірге, еңбекке, отанды қорғауға даярлау. Дене шынықтыру ұзақ уақытты қажет ететін үлкен талаптарға негізделген педагогикалық үрдіс. Денсаулықты нығайту, денені шынықтыру, дененің даму деңгейін көтеру, дамыту, еңбек ету қабілеттерін күшейту. Өмірге қажетті қозғалыс дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру, оның ішінде қолданбалы сипаттағы қозғалыстар. Адамның моральдық ерік-жігер қасиетін тәрбиелеу. Дененің саналық қасиеттерін жылдамдық, күш, икемділік, төзімділікті дамыту. Дене жаттығуларымен айналысудың тағы бір маңыздылығы жаттығулардың тірек қимыл аппаратын дамытуға және бекітуге әсері. Сүйек дұрыс және уақытылы бекиді, омыртқа иілістері қалыптасады, байланыс буындық аппараттары күшейеді, адам денесі икемді болады. Бұлшықеттердің барлық топтарын, мысалы кеуде, арқа, қарын, аяқ, қол, алақан, саусақ, табан, мойын, ішкі ағзалар, оның ішінде жүрек пен қан тамырлары бұлшықеттерін дамытуға көмектеседі. Дене жаттығулары ішкі ағзалардың ішінде жүрек пен өкпе қызметінің де жұмысын жақсартып отырады. Дене жаттығуларымен айналысу барысында адамның бүкіл денесі, соның ішінде жүрек бұлшықеттерінің қызметі дамиды әрі жаттықтырылады. Қарапайым жағдайдағы спортшының жүрегінің соғуы 1 минутта 50-60 рет болса, ал ауыр жаттығу барысында жүрек соғуы 1 минутта 240 ретке дейін соғады. Дене жаттығуларының әсерінен тыныс алу жолдарының жұмыс істеу қабілеті дамиды және нығаяды. Кеуде қуысының қозғалғыштығына, тыныс алудың тереңдеуіне, ауаның үздіксіз жұмсауға, өкпенің сыйымдылығын арттыруға себепші болады. Кеуде қуысының тыныс алу жағдайы 4-6 сантиметрдің орнына 10-15 сантиметрге дейін жетеді. Дене жаттығуларының адамның мінезіне әсері. Дене жаттығуларын орындау кезінде мінездің жақсы қасиеттерін, адамгершілік қасиеттері, әділеттілік, адалдық, жолдастық сезімі, өзара көмек, ұжымда жұмыс істей білу, дене шынықтыру құрал-саймандарын күтіп ұстау қасиеттері дамиды. Маңызды ұйымдастырылған топтық жаттығулар, саяхаттар, жарыстар, мерекелер оқушыларды достыққа, жолдастыққа, ұжымды сүюге тәрбиелейді. Таңертеңгілік гигиеналық бой сергіту жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан соң тіршілік қызметіне тез араласуына әсерін тигізіп қана қоймай, адамның сергек жүруге және көңіл күйін көтеруге көмегін тигізеді. Дене шынықтыру жүйесінің бағыттары. Білім беру міндеттері. Қимылдың ептілігі мен дағдысын меңгеру және дене шынықтыру көлемінде мектеп оқушыларына білім беру. Сауықтыру міндеттері. Дене тәрбиесі жаттығулары көмегімен мектеп оқушыларының денсаулығын нығайту. Тәрбиелік міндеттер. Мектеп оқушыларының адамгершілік, жігерлік қасиеттерін қалыптастыру, өнегелік көркемдік танымдарға үйрету. Оқушылар. Сабағымызды қорытындылай келе, бірінші байлық денсаулық деген нақылды білмейтін адам жоқ шығар. Дегенмен де осындай қарапайым ақиқатты күнделікті өмірде мән беріп жатқанымыз аз.
Денсаулығымыздың қадірін тек ауырғанда ғана білеміз, және олардың негізгі денсаулық сақтау тәсілдерін емханаға барып, дәрігер жазып берген дәріні сатып алып ішумен шектелеміз. Содан болар бүгінде емханада кезек күтіп отырған адамдардың легі жылдан жылға көбеймесе азаяр емес. Сондықтан дене шынықтырумен айналысып, аурухананың табалдырығын бір жолата ұмытайық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.